Aldım günü. Последний balдар söyledi. Бұл жерде әділдік сот болатқан жоқ. Тоқта айтайын. Сотталушының ішінің өзінде жетпеді деген білесіңіз ғой. Болмаған бір жауапқа 4 бала бір үстінде жауап беріп отыр. Біз қалай сықпаймыз? Біз тек көрдік, естісіңдер. Менің де жүрегімнен 2 баланы суырып алған маған оңай емес. Мен соның себебіне міне мен сезонның алдында мәшинеге қақты. Кеше операцияға түсті 3 балам. Үлкен балам жүрекпен отыр. Кеше сотта сөйлеп отыр да көздеріне қарасаң бар ғой балдардың. Айталмаймын, оның ішінде мысалы үшін прокурорлар не қарап отыр? Заңдылықпен заңдылықты қарап, соларға затету солардың жұмысы емес па? Дұрыс па менікі? Неге қарамайды? Сот та біліп отыр, прокурор да біліп отыр. Мысалы үшін сотталушының ішіне аты жөндерін айтып бере аламын. 4 балаға сөз берген жоқ, 8 бала сөйледі. Ешкім менің балам сөйлеп беттеріне шалдақты бүйтіп айтқанда бір судьяда, бір прокурорда адвокаттар да сөз беріп сұрақ бере алмады. Біз сол үшін тұрмыз. Әділдік керек. Балдарымды босатсын. Мына кісілер бәріміз де сол мәселемен шықтық. Бәріміз де сол мәселемен. Балдарымыз жазықсыздан жазықсыз, ешқандай қылмысы дәлелденбеген. Сендер бұл мәселеміз шеше алмайсыңдар. Прокуратура, сен де шеше алмайсың. Әкімшілік, сен де шеше алмайсың. Азаматтар былай істеу керек. Ол манағы өзінің манағы процесс жүріп жатыр қазір. Мысалы, процесс аяқталған жоқ. Бірақ алайда сіздердің манағы айтып отқандай өз құқықтарыңыз бар. Арыз, шағым жазып жатырмыз. Бәрін доп сияқты кейін қарай лақтырып тастап жатыр. Бір емес. Оны ешкім тастамайды. Тастап жатыр. Ол жерде манағы мемлекеттік, құзырлы мемлекеттік органдар бар аға. Оның барлығы да қадағаланып отыр. Сен не ғой? Әкімшілік атың кім? Аманғали менің. Аманғали. Сен мына конституцияда жазылған заңдарды оқып ал, оны айтпа. Бізге іс жүзіндеу керек. Біз ешқандай Астанаға бардық міне бәріміз. Тоқаевтан бастап бүкіл арыз жаздық. Бәрімізде сотқа дейін қарай қайтарып жіберді. Арыздың қайтарылған түрі үйде өсек болып жатыр. Сосын мен бір түсінбейтін жағдайым сот тергеуі дейтін бар. Сен білесің ғой, мысалы прокуратура сот тергеуінде не айтылады. Мысалы тергеуші біреуді ұстады. Сақтасын, мысалы сені ұстайды да сенің үстіңнен подставымен өткен арыз ұсталды. Подставымен үйге мылтық қойып, өтірік мылтық лақтырып ұсталды. Тергеуші жалған. Аға бетик, біз қазір мына жерде, бір мен тыңдаңыз аға. Мына жерде жоқ шаруам болса да қоғамдық тәртіпті бұзбау үшін біздер ішке барып, сөйлесек ішке барып. Біз тәртіп жоқ, қазір басқа азаматтар келіп мына жерде провокационный действие істеуі мүмкін. Басқа аға, ішке барайық, сөйлесейік. Істеп отыр. Қазір мына жерде сіз 6-7 адам жинап тұрсыз. Ол жерден 20-30 адам жинап кетті. Басқа провокациялық действие. Бұл жерде мен сіздер енді ақсақалдарсыздар. Анамыз өз жақсы ағалар ішке кіріп, отырып сөйлесейік. Сіздерге провокация керек емес. Провокация жасалмайды. Сол ғой мен сол сіздер сақтанып тұрмын ғой. Шеше алмайсыңыз. Енді болмайды мына жерде тұрып тарау керек. Сіз официально шығу үшін, официально шығу үшін арыз жазуларыңыз керек. Азербайжанда тоқтап енді жүз арыз жаздық сірә біздердің кінәміз. Сайлауды дұрыс өткізбеген біздердің қарапайым халық. Жоқ, апа, ондай саясаттандырмаңыз, оны не істейсіздер? Мен сізге айтып отқаным, сіз апа ішке кіріп сөйлесейік. Мына жерде тұрғанда сіз заңсыз болып есептеледі қазір. Заңсыз митингке шығу мысаласы. Сол себепте міне көргі органдар, прокуратура қызметкері де бар. Біз сізге ескерту, апа, ескерту жұмысымыз. Азербайжанның ішінде менің балам бар, қатысы бар. Неге түсінбейсіңіз? Азербайжан деп тақты қауіпсіз естісін, кетсін телевизияның бәріне. Азербайжан деп балдарды қамағанда ештеңе ете алмай, ауылда, февралда жоқ, баламды 30 мартта Атыраудан шығып келген балаға. Бүткіл қазақтың балдарын Азербайжанға барды. Қазақтың қызын Азербайжанда қорлап атқанда, осы жерден қазақтың, бүткіл жерден қазақтың балдары бар. Қазақтың қызын Бұл былай азаматтығыменен сақтап қалған. Сонда не үшін сонда біздің балдарымыз қазақтың қызын ұят етпегенде не болғанымыз? Қазақ па болар? Қазақтың қызын қорлап атсыз тұрасыңыз ба? апа, ешкімде тұрмайды. Қазақтың қызының арын сақтап қалды азаматтар. Мысалы сіз айтқанда адресы барған жоқ. Алып тастап содан кейін мен айтуым керек ол істі. Менің бір емес, 2 баламды айтамын мен. Құзырлы мемлекеттік органдар бар, апа. Әкесі мүгедек. Мен де мүгедекпін. Айтылады. Сіз шеше алмайсыңыз, Аманғали. Сіз бүгін мені... Жоқ, түсінікті, түсініп тұрмын, апа. Апа, түсініп тұрмын, түсініп тұрмын енді, апа. Істі қазір тергеп жатыр ғой.
құзырлы мемлекеттік органдар барлығы тергейді. Құзырлы Бірақ енді сіз алайда қазір мына жерде тұрып, қазір соны айтамын, енді мен ол жерге бүйтейік, мына жерге ішке барып, мына жерде тұрмай. Сол ғой қазір басқадан Біз жинамаймыз. Біз өз балдарды бұлғаластар үшін тұрамыз. тарауымыз керек мына жерден. Азамат пен азаматшалар. Қарамаймыз. Сол сөзде біз Тұрмаймыз, неге тұрамыз? прокуратура қызметкері келіп тұр. Жергілікті атқарушы органның қызметкерлері сізге ескерту, барлығы жиналып, мәселе қозғалмайды. Арыз жазыңыздар бізге. Арыз жазғанда қол қоймайсыз. Басқа да кім қол қоймайды? Барлығына қол қояды. Біздің де үстімізде тексеретін азаматтар бар. Сол себептен біздер барлығы да қадағаланып отырады. Ешкім қол қоймайды деген жоқ. Заң ортақ бәрімізге. Заңнан ешкім жоғары емес. Сол себептен азаматтар қарайды. Енді құрметті көрермендер, мынау Жаңаөзен қаласы, Жаңаөзен алаңы. Мұнда бірнеше Жаңаөзен қаласының тұрғындары былтыр ақпанда заңсыз қару ұстады, жаңағы оқ атты деген баптарменен ұсталған бірнеше адамдардың ата-аналары. Балаңызды қандай жағдайда ұстап алып кетті, кезек-кезек айтып бере аласыз ба? Білсін, Қазақстанда қандай Балдарды алып кеткенде 7 шілдеде 2019 жыл алып кеткенде былай алып кетті. Таң 6:30-дарда келді. анау мына қанша береді. Мен жұмыстан келсем, Сосын 14-15 телефонға телефон соқсам, сіздің сөзін жазылады дейді де. Айтсам, сондай алып сөздің нөмірді кеткенде арыз бұларды жазып таңда келіп, үйге мешокпен, аласын кімен кіріп жаңағыдай деп айтады да. понятой болған жоқ көршілер. Никакой. Бірінші заңды өздері бұзып отыр. Во-первых, бұлар менің именной заңды сосын үшіншіден бұлар мен понятой өздерімен бірге понятой алып келді. Сол жақта маған Данияр дейтін тергеуші приказ көрсетті қаулыны. Осындай ақпанда атыс болды, балаңыз бар деді. Менің жалпы ол жақта балам болған жоқ. Сосын бұлар алып кеткенде мен айқай шығарған үшін өзімді балама куә қылдым. Үйге кіргенде мешокпен, затпен кіргенде бәрін подставить етіп Айта беріңіз, айта беріңіз. Сен қарамайды жоғарыдан. Сізді жаңағы күштеп төменге алып түсіргенін айтпайсыз ба? Яғни былтыр Жаңаөзен қаласында бір атыс оқиғасы болған, иә? Иә. Біздер шығып отырмыз осында. Балдарды заңсыз ұстап отыр. Заңсыз істемей қылмыстар. Сонда сіздер қазір мына жерге келіп тұрғанда нені талап етіп отырсыздар? Сонда қашан дедіңіз үйіңізге кіріп жаңағы тінту жасады? Осы бұл жазғы. Бір жыл 6 ай болды балдарды отырған. Бір жыл 6 ай болды. Сот кеше жақында басталды. Сосын сіздің балаңыздың аты жөні кім? Мен баламның аты Балдарға бірнеше айып тағылып жатыр ғой, яғни. Балдарға бірнеше айып тағылып жатыр. Жасамаған нәрселерді. Оны қалай дәлелденіп жатыр? Дәлелденді ме? Сот уже аяқталды деп жатыр ғой, иә? Тек прения қалды, да? былтырғы берген показанияларына бұлар кеше сотқа келіп өздерінің сот статьялары балдар өздерінің бет-пердесін айтып отыр. Біздерді ұрып, соғып, қорқытып жазғызды деп отыр. Жақсы, сіздің балаңызды нақты не деп айыптап тұр? Мен баламды сол үйден өздерінің подставить
кеткен мылтықтарын, сохранение оружия бір, сосын екіншісі жаңағы ОПГ 99 қандай адамға жетті? Ол наркобаронымыз, правильно? Кәдімгі қара рабочий отбасылы бала. Қандай статья? ОПГ 1, покушение бар, хранение бар, бәрі бар. Аты-жөніңізді айта кетсеңіз. Мен Утебекова Зияда, Аха. Көшбаев Саматтың анасы. Аха. Аға, өзіңізді таныстырып, айтып кетсеңіз қандай болса. Мына Теңгі, Жаңаөзен Теңге қаласында, Теңгі ауылында тұрып, 2019-29 июль күні шешеміздің қолындағы ең кішкене Өткелбаев Нұрғазына шықты. Жасы 78 жылғы МВД мен КНБ-ның біріккен армиясы келіп, үйге басы 17 жыл болған жама машинасы бар. Онымен қалай сендер бұны ОПГ тігіп атсыңдар мойнына деп. 4-5 статьяны ілді де, және бұларға жатпайтын бір статья ілген. Себебі бұл особый қылмыс жасап, 2 рет сотталған адамдарға тағылатын айып екен. Оны Өткелбаев Нұрғазыға тағып, особый режимдегі түрмеге жіберетін болып жатыр. Адвокатымыз соттап айтып жатыр, бірақ жаңағы айтқандай сотымыз тергеуші қалай жазып алып келсе, қандай статьяларды қойса, сол статьялар бойынша соттап жіберді. Соған енді жоғарғы жақтан сұраймыз, халықтан сұраймыз. Балдарымыздың аға екенін дәлелденген барлық дәлелдеріміз бар. Бойынша жоғарғы сот әділеттік сұраймыз. Әділеттік күтеміз. Президентке де барлығына жаздық. Әділеттік сұраймыз. Айтыңызшы, апа. Қасында кім? Не себепті жиналып отырсыз? Айта беріңіз. Жиналып жатқанымызда балдарымыз әділетсіз сотталып жатыр, сол жиналып жатыр. Соның қасында Өткелбаев Нұрғазының қасында туған балдар 6 жылдан бері инвалид. Кеше түрмеде жатып, больницаға да 4 рет операция істеді, бір аяғы істемейді. Сонда қылмыскер бұл көрсетіп, онда соттап жатыр. 6 жылдан бері отына түсіп жатырмын деп айтып жатыр. Соның өзінде қарамай жатыр соттар. Өзбекстаннан ұстап алып кетті о баланы. Емделіп жатқан жеріне. Апа, дұрыстап, бір-екі ауыз сөзбен қысқаша айтып жіберіңізші, не себепті мұндай әділетсіз сот болып жатыр деп айтып жатырсыздар? Оған не себеп? Себебі бір жыл ішінде айтып отырмын ғой мен, бірде 2 баламды қамауға алды деп. Бұл қауіпсіздік комитеттердің істері. Қауіпсіздік комитеттер келіп, осы жалған айып, мысалға айтсақ, ішінде 12 бала болып қамалды, 12 баланың 4 баласы беті бүркеншек болып, аттарын айта кетсем, Абишбаев, Ғабит, Нұржанов, Нұрлан, Сүйіндіков, Бақтияр, Абылай, Қиян. Осы 4 балаға кеше сөз келгенде ешқандай сөз берген жоқ. Себебі бүркеншек болып бұлар бір жауапты, төртеуі бірдей жауап берді. Енді мен бұрында бардым, бәр жерге де барып жатырмын, Астанаға да бардым, бәр жерге де бардым. Бірақ әділдік сот енді қарар деген сенімдемін. Сот ханым, прокурор ханымдар да тыңдап қарап отыр, бірақ та мен осы 9-нан бері қоғамдық қорғаушымын, сотқа қатысып отырмын. Бірақ бұл жерде әділдік сот болып жатқан жоқ. Тек біздің бұл өмірде менің әділдік сот талап етемін. Осы балам Егізбаев төлеген 10 күн жатып, бұда ота жасалды, операциядан шықты, 26-шы больницада жатып шықты. Екінші ұлым, үлкен ұлым да бүткіл қағаздарына дейін бар, приступ беріп қайта-қайта жүректен. Бұл баланың да бүткіл қағаздары бар, 2 балам да ауру болып отыр. Содан кешегі айтқан несінде баламның айтқаны, мен Егізбаев Дәурен жалғыз бір өзім жатырмын, ол жер мұздай жерде жатырмын. Менің жатқан жерім мұздай, өкпеден ауырады, аяғым бастырмайды, жүректен клапаны қисық, приступ беріп отыр, асқазан, эрозный гастрит, осының бәрін өзім қаратып, емдетіп жатырмын. Ендігі осы таңда мен мұздай жерде жатырмын деп кеше сотта өзі де айтты баламның. Енді мен не дейін, бұл жерде бәрі жалған айып, жалған айыппенен, жалған баптармен тағылып отыр. Мен тек осы әділдік сот болуын сұраймын сот ханымдардан. Енді қосарымды қосарымын. Қазір мұнда қосам қазір сұрақ бере беріңіз бәріне. Сіз өтженіңізді таныстырып жіберсеңіз. Әділет сот кезінде сұрайды тек қана. Әділет
Сол үшін келіп тұрсыздар ма? Сіз аты-жөніңізді айтсаңыз. саясат дейтініне хабарымыз жоқ, амал жоқ. Сотты талап етеміз. Сұрамаймыз деп талап етеміз. Жазғысыз кеткен қаламаймыз. Тағы да бір айтып қосарым бар. Сол жерде 5.58 бірден Өтебаев Айжан деген баладан не алған қауіпсіздік комитеттері бар. Бәріне қол қойдырып алған. Содан бұл бала 4-5 ай өткесін мені тауып алады. Үйіне келеді бұл бала. Апа, сіздің балаңыз екен ғой. Маған осындай айып тақтың, қол қойдырып алды. Мен сіздің балдарыңызды танымаймын деп келіп өзі арызданып, мен сотта сөйлейін деп тұрғанда бұл баланы 8 декабрь күні Нұрқасым Асқар Ұзақбаевич деп қауіпсіздік комитеттер барып, басқа бүркітші, басқа фамилиямен жаздырып алып, мен қатыса алмаймын деп өтініш қағаз алып кеткен. Кешегі сотта, соңғы сотта ол Нұрқасым деген Өтебаев менімен барып сотқа өтініш білдіріп еді. Қорғаушыларым, олар қанағаттандырусыз қалдырды. Ол бар мұнда. Ол да негізі берем деп өтірік, қада жүрім деді. Соттың жалпы сот процестерінің барысында қандай да бір дәлелдер анықталды ма? Жоқ, ешқандай дәлел анықталған жоқ. Бүткіл беріп отқан куәгердің бәрі жалған, тек бүркітшікте жалған беріп отыр. Дәлел жоқ, дәлел болмағасын бұларға Өзбек алып келді менің балама, кішкентай балама. Өзбекке 3 бала болып бардық деп ішінде Нұржанов Нұрлан береді. Оның ішінде Нұржанов Нұрланның кәсібі бары. Ол Өзбектің 20 мыңына емес. Телепиев Қалбек деген бала 700-800 мың айлық алады. Сондағы тек менің балама да УПГ тағып отыр. УПГ дейтін не зат ол? Біз общежитияда тұрамыз, жатақханада. Әкесі мүгедек. Ешқандай дәлел болмады. Оны сот ханымдар да біледі. Менің баламның ауылда жоқтығына да бәріне де зат етті. Туған ағаңа бер, туған ініңе бер жауап кетті бұларға айтқан. Екеуіне де бүркеншек болың деген. Бірақ біздер бүркеншек бола алмаймыз. Себебі біздің де әке шешеміз бар. Обалдардың да әке шешелері бар, бала шағалары бар. Біз олардың обалына қалмаймыз деп менің балдарым екеуі де бастақты бүркеншектіктен. Бірақ ол беріп отқан бүркеншек балдар ішінде отырған сотталушылар бүркеншекпен берді. Олар ата-аналарын ойлады. Кешіңіз сонда жаңағы бір топ адамды заңсыз қару ұстады деп жаңағы қамап, сосын бір-біріне бүркеншек куә қылып отыр ма? Түсінбедім. Бір-біріне, иә, түсінігіңіз бойынша бір-біріне бүркеншек куә болып отыр. Бұл жерде сотта да қаралып жатыр. Ешқандай дәлел жоқ. Бәрі де жалған айып. Өздері подстава жасап, қару лақтырып, үйде қару табылды деп, қаруға менің қайнамның өзін қойып қойыпты. Күйеуінікі жоқ. Күйеуімдікі жоқ ол жерде. Ол жерде тек қана мен қызым екеуміз тұрдық ол уақыттарда да. Сосын айтып кетерім, Атырау қаласында Айтенов Есбол деген жігіт жәбірленуші деп айтқан. Содан Айтенов Есбол Атырау қаласынан жаңағы өзінің жазасын өтеп отырып, ол зорға шығады неге, конференцияға, онлайнға, сотқа келіп, бірақ та бәрін дәлелдеп айтады. Бұл жерде ешқандай балалардың кінәсі жоқ. Мен бұл айтып береді. Содан кеше үлкен баламна осы Айтеновтың дене жарақатын түсірді. Больницада 21 күн жатты деп экспертиза алған. Ол ешқандай дене жарақаты жоқ. Сот ханым, прокурор ханымдар да сотта бәрі көрді. Бұл баланың өзі айтты. Менің денемде ешқандай жарақат болған жоқ. Мен 21 күн түгілдеді. бір күнде больницада жатқан жоқпын. 12 күн дегенде мені қамауға алды деп бұл баланы соттап жіберді. Әділдік сотты талап етеміз біздер. Әділдік сот талап етеміз. Енді бір сөзмен де айта кетейін. Мен жаңа айтып бұл баланы енді жасыр, бұл бала ешқайда шығып та жатқан жоқ, ештеңе бүлдіріп те жатқан жоқ, қоңылып жатқан жоқ. Өзі инвалид адам. Сол баламды менің осылау жігіттерді ұстап, жерді ұстап кеткеннен кейін бір аптадан кейін ба, сол кезде бұл бала Өзбекстанда ем алып жатыр еді. Бір аяғы жасамайды.
сол ем алып жатқан жерден бері қарай шекарадан өткен жерінде ұстап алып кеткен. Одан соң бұл кезде оған жаңағы айтқанда оған енді анау қылдың анау қылдың кінә қойып әкелпепші дейтін иә жапа шегуші иә зардап шегуші соларды әкеліп не қылған уақытта бұларға ешқандай ешкім кінә мойнына қойған бұларды біз де білмейміз. Бұл балдардың бізге ешқандай қатысы жоқ. Ешқандай кінә айтылғанменен айтқан сол айтқан бойынша түсінікті. дәлелденген жоқ қойылған кінә. Сонда мысалы Соныменен сөйтіп кетіп жатыр. қанша жыл сұрап отыр балаңызға? Ау, Қанша жыл сұрап отыр? енді мен точно қадағалай алмаймын. Енді жаңа қарағанда көп кететін сияқты. Сондай болып жатыр мәселе. ешқандай әділеттілік жоқ. Енді білмеймін, қазір қарап отқанда мына әділ сот тағы бірдеме деп жатырмыз, бірақ сол әділеттіктің ешқайсысын мен көріп тұрған жоқпын. Неге дегенде жаңағыдай мен мынандай деп мынандай кінәлі болды, осы кісі мынандай десем, сол айтқаным бойынша шешім шығарып кетіп жатыр да бәрі. Енді сол болмау керек, соны мына жағы қарап аққаны байып керек. Сондықтан әділдік болғанын тілеймін, адалдық болғанын тілеймін. Түсінікті, рахмет аға. Бізге ОПГ деген айтты тағы қойыпты. Ешқандай да ОПГ-ге қатысымыз жоқ. Біздер өзіміз жатақханада тұрамыз. Қаяқтың ОПГ-сы түсінбейміз. Қазіргі таңда өзімнің жолдасым ауырып отыр қазіргі таңда өзі өкпемен ауырған. Оның үстіне салқын жерде одан сайын қатты ауырып отыр. Оны қарап отқан ешкім де жоқ. Біз тек жоғары жақтан, Тоқаевтан тек әділдік сот дейміз. Басқа амалымыз жоқ біздің. Әділдікті қарауын дейміз тек қана сотымыздың. Яғни Әділдік талап етеміз. Басқа айтар сөзіміз жоқ. Саясаттан хабарымыз жоқ. Балдарымызды әділ сот болғанын қалаймыз. Мен де әділ сот болғанын қалаймыз. енді сіз бірнеше мәрте Астанаға дейін барып жүрдіңіз ғой, енді қол жеткізе алмадыңыз иә, ешқандай нәтижеге? Ешқандай қол жеткізе алмадым. Жауап та келген жоқ. Одан кейін 2 ай болып сайтпен де элпошмен де жібердім оларға. Оларда да жауап жоқ. Ақтау қаласына да бердім. Ақтау қаласында сот қаралады деген жауап келді. Әділдік шешім берсін еріктілерге. Бірақ бәрі кінәсіз деп танимын. Осы тұрған кісілердің бәрінің де балдары да ешқандай кінә жоқ, бәріне де мына сөйлеп тұрған кісілердің де балдарына бүркітшік әкеліп бәріне де бетпердеменен сөйлетті. Ешқандай кінәлары УПГ дейтін не ол? УПГ дегенде материал, қанша материал керек? Біздер жатақханада тұрамыз УПГ дейтіндей. Біз қарапайым отбасымыз, жұмыста жоқпыз. Пенсионер адамдармыз. Енді жаңа мына кісі айтып жатыр, біз деген саясатпен айналыспаймыз деп, бірақ енді қазір сіздердің осылай Бізбен айналысып Бізбен айналысып мына 2011 жылы мұнайшылар ереуілге шықты ғой. Оларда да саясат болған жоқ, еңбек ақысын сұрау. Сол жаңағы ереуілге шыққан балдарды адамдары бір жерге сөйлесіп жинап алып, оларды сабақ жолдан қайтаруға. Соларды жаңа барып сөйлесіп, жаңағы істеп жасап жүрген балдарды тоқтатқан осы балдар еді. Енді ауылымызда келеңсіз оқиғалар болып қалғанда, сен өздерің білесіздер, саясаттан хабарыңдар адамсыңдар. Елді бастап шығады-ау деген балдар бәрін өзінің жала жауып қамап жатыр. Біз саясатпен айналыспаймыз дейміз, саясат бізбен айналысып жатыр. Осы балдардың бір жағында қамаудың саясаты да бар. Халықты басып жеңшу, көтермелеу, халықты
үн шығармау мына биліктің істеп отқан саясаты бізге қарсы. Біз негізінде былай саясатқа жоқпыз дейміз ғой. Енді айтамыз. Оған қазіргі таңда оқуды таңдырды. Қайда оқуды? Өзі 2013-те тірі жетім бала. Өз күні өз зорға қонып жүр. 4 баласы бар. Оған ОПГ тағып отыр. Сол үшін біздер соттан әділ сот болсын, сот бар, остамызға шығып отқан жоқпыз еріккеніміз. Жаңадан тағайындалды ғой президентіміз. Содан әділ сұраймыз. Енді Аллаға шүкір, еліміз тыныш қой. Осы уақытқа тіпті саясат, зат деп тіпті оны айналысып көрмейміз. Енді амалдың жоқтығынан енді кінәміз жоқ болған соң айқайлап айтатын шығармыз. шындықты ата-аналар айтамыз. Егер де кінәміз болса, сол үшін ашықтан ашық қорықпаймыз айтуға. Істей жатқан балдар қарасын соған Дариға Назарбаеваға бәрімізді хат жолдаған, но бірақ олардан ешқандай да ответіне іштен шыққан қағазда да жоқ. Карантин біз шығармаймыз ештеңе деп кеше сотхананың өзіне де айтқан, ол балдардың өзі. Олар да әділеттікті талап етіп отыр қазіргі таңда. Бәріміз әділеттікті талап етеміз. Тағы да қосып жіберіп отырмын. Тағы да жаңада есіме түсіп жатыр. Тек 17 бала емес, бұл жерден 2019-дан 29-ға жас бала ұсталған, санын білмеймін. Оның ішінде жаңағы бизнеспен айналысатын ақшасы бар балдар шығып кетті, айлық таксовать етіп күн көріп жатқан балдар жатқан бәрі. Жұмыссыздар, таксистер, жұмыс істеп күн көріп жатқан адамдар жатқан. Ал жаңағы ақшасы барлар, жаңағы тенбе дейміз ғой шәріп. Соған билеттерін беріп шығып кеткендер бар. Іштен шығып қалды. Жалпы списокте бар, бірақ оны тергеуге шақырмайды. Қайта тергеуге шақырады, бірақ жаңағы қылмыстық іс қоспайды. Олар как свидетель ретінде, бүркеншік куә ретінде жүр. Потерпевший ретінде кетеді. Потерпевший ретінде де бар, және бүркеншік куә. Ақшасы барлар, солар іштен шығып қалды. Ақшасы жоқ адамдар жатқан. Куәгерліктерді мен айтайыншы. Мен куәгермін кеше. Мынаны ұстай тұрыңызшы, мен суретке түсіріп алайын бір рет. Мына жерден айта беріңіз сіз. Мына жерді ұстай тұрыңызшы, мен бір суретке түсіріп алайын, иә? Арыз жаздым. Себебі жаңағы куәдер. Мен куәмін, себебі менің үйіме бұлар деген қару тастап, соны балдарға іліп жатыр. Мен соған куәмін, мені шақырын десем, шақырмай соттан алып тастап кетті. Жоқ, жаңағы адамдар. Бұлай шығу үшін бірінші өкілетті атқарушы биліктен алу керексіз ғой рұқсатты. Рұқсат алғанда мен былтыр аштықта жатқанда рұқсат қағазы жазғанбыз. Сіздер Астанада бір адам қасыңызға келген жоқ. Жоқ, енді заңсыз болғасын сізге Сізге Астанада келген жоқ. Келді. Неге жаңа zeminde кетті. Бір қасыңызға келген қолыңызға қайып салып кеткен жоқ. ешкім сіздің қолыңызды қайып салып кетейін деп тұрған жоқ. Жоқ, салып кетейін деп тұрған жоқ. Мына заңсыз апа. Заңсыз емес. Сол үшін тағы да түсіндіріп кетейін. Жақсы, түсіндіріп кетейін. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес соттың және сотқа дейінгі тергеп тексеруге араласуға ешкім құқығы жоқ. Ол бойынша жауапты көзделген аппарат. Болсын, болмас бізге әділет керек. Әділет болды, әділет керек. Өзіңіздің балаңыз немесе тағы да басқа бір жауабы жазып алады ғой. Жазып жатырмыз.
жатқан жоқ, сол үшін шындап келіп қандай да бір құжаттар мына Жазылған тұрсыңыз жоқ деп кеше сотта айтты. Жақсы апа, түсінікті. Сіздің мәселеңіз түсіндірер бәрі интервьюден тарайды азаматтар. Ер азаматтар кетіп қалды уже. тараймыз Жататын болсаң да жаттан. Мен ешкім алып кете алмайды. Өзімнің елімде, жерімде, топырағымда жатам. Өлсем де осы жерде өлем. Жатам. Жақсы. Балдарым үшін жатам. Балдарымның ізінде өлем. Екі баламның ізінде жатам мен. Мені ешкім де тоқтата алмайды. Аллах өтір. Алланың алдында қауіпсіздік комитеттерде жауап береді. Беттеріне де айттым. Кім тергеуші? Бәріне шақырың дедік. Беттеріне де айттым, кабинеттеріне кіріп. Дәулеткиннің кабинетіне кірдім. Мен Әубәкіровтің неше рет тұрып айттым. Бала шағаларымыз бар ғой, Дәулеткен ау. Мынау не істеп жатқандарыңыз? Алланың алдында жауап береміз ғой. Ұл асырап отырсың, қыз асырап отырсың. Бәрін де айттым мен. Әкеде бар, шешеде бар бәріңізде. Мынау не мен? Жақсы апа, сабыр етіңіз енді. Сабыр етіңіз енді. Жақсы онда азаматшылар. Әділдік болады. Барлығы да ашықтық, әділдік талап етемін мен. Барлығы қадағалайды, құзырлы мемлекеттік органдар бар, барлықтар бар. Айтың сіздер де соны, айтың. Біз де айтамыз. Айтың. Халық та айтып жатыр, барлығы да қазір бізде әділдік орнатылып жатыр. Президентіміз де барлығы да мемлекет, Қазақстан Республикасы мемлекетінде ашықтық, әділдік, жемқорлықсыз барлығы осы қағидамен жүріп жатыр. Елімізді өсіп өркендетуге үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Ал басқа мәселе бойынша мана айтып мемлекеттік органдармен тікелей біздің басқа да мемлекеттік араласуға құқығы жоқ. Бізде азаматшалар тағы да сұрап қарайды мына жерде. Басқа да әрекеттер істеп кетуі мүмкін. Басқа да нелер. Сондықтан біздер қазір елімізді өркендету үшін барлықта жұмыстар жасалып жатыр. Жаңаөзен қаласында өркендетті, Маңғыстау облысында бүкіл қалаларда өркендеп жайлап келе жатыр. Барлығы да сразу істелмейді оның барлығы. Үлкен жобалар бар, үлкен. Бұл кісілер кешіріңіз, өркендеп шығып тұрған жоқ. Бұл кісілер әділет талап. Жоқ, енді әділеттік енді түсіндік қой. Бана берді өркендеп халық біліп отыр ма не болып. Жақсы онда апа. бүткіл Қазақстан білсін, бұл жерде әділет Алланың алдында ақ пен жасты ақтайды дейді ғой. Жақсы тарайды апа. Ақталады деп сенімдеміз енді. Сіз бағана айтып жаттыңыз ғой, жаңағы сайлауға қатысты бір ой айтып жаттыңыз ғой, соны естімей қалдым мен. Сонда енді уже сот процесі аяқталды, иә? Қазіргі түсінгені. Аяқталды. Жарыс сөзге келдіңіздер, иә? Түсінікті. Енді өздеріңіз жақсы, енді жаңағы балдарына бүркеншек атты жалған куәгерлерді шақыртып судья оған қанағаттандырусыз қалдырып мен даже подстава еткенде мен өзімді өз балама куәгер мен даже мен де шақыртқан мен кеше Ақтау қаласының 3-ші шағын ауданында арыз жазып кеттім мені шақыртып сұрайды мен бір жыл 6 ай баланы көрген жоқ. Бір жыл 6 ай баланы көрсеткен жоқ. Свидетель боласың. Сол үшін мені куәгер ретінде шақыртуымды сұраймын деп кеше арыз жасадым. түсінікті. Сол біздерге әділет керек, басқа ештеңе керек. Айта беріңіз орындарында бәрін. жаңағындай жала жабып бүркеншекке айтып өйтіп ешқандай да кінә тақпас. сол тек қана әділетті болсын деп сұраймыз. Алдағы уақыттағы сайлауымызда әділетті істейді, істемеген
атын қоймаймыз. Дұрыс айтады. әділетті шешім болмаса атын қоймаймыз. Дальше кете береміз. Дальше қоймай береміз. Біз тоқтамаймыз біздер ешқашан. Ешқашан балаларды заңсыз қамап отыр. Заңсыз рабочий. Кеше жұмысқа кірген балдарын бағып отырған балдар. Қара рабочий, қарапайым балдарды өздерінің жасаған қылмыстарының жаңағы прямо өздерінің подставительдерін өздері қамап отыр. Қандай баптар тапқан олар. Ауыр баптар тапқан.